кешегі біздің айтқанымыздан бөлек басқа бір қырынан, басқа бір ракурстан қарайтын болсақ, адамның бойында жануарлық қасиеттері бар. Кәдімгі біздің денеміздің сипаттары кәдімгі жануарға ұқсайды ғой. Ішсек, жесек, ұйықтасақ, көбейсек, ләззат алсақ деген қажеттіліктері бар, құмарлықтары бар. Сондай бір дене. Сол жағынан келгенде біз жануарларға ұқсаймыз. Енді әрине өзгешелігіміз, өзіміздің әдемілігіміз, тіпті артықшылықтарымыз бар. Мысалға жануарлар 4 аяқпен жүрсе, біз 2 аяқпен жүреміз деген сияқты. Біз жоғары қарай аламыз, аспанға қарай аламыз деген сияқты, қолымыздың жаңағы мүмкіндіктері көп деген сияқты, сөйлей аламыз деген сияқты басқа өзгешеліктеріміз бар. Бірақ бүйтіп қарағанда біздің тәніміз кәдімгі жануарлық сипатымызды көрсетіп тұрады. Біздің бойымызда яғни жануарлық сипат бар, мойындауымыз керек. Екіншісі, біздің бойымызда шайтани сипаттар бар. Былайша айтқанда біздің болмысымызда сондай дүние бар, оны білесіздер. Ол жайлы сүйікті пайғамбарымыздың, ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мынандай бір мағынада хадисі бар, естіген боларсыздар. Адамның бойында бекітілген жын болады дейді. Бекітілген жын болады дейді. Қазақтың сөз қолданысын байқасаңыздар, біз былай сөйлейміз ғой. Жыным ұстап тұр, жынымды ұстатпашы деген сияқты ше. Сондай сөздер бар, сол біздің бойымызға бекітілген сондай бір жын бар екен. Ол өзінің жұмысын жасап, былайша айтқанда бізді бір азғыруға, күнәға, сондай жамандыққа тартып тұратын біздің бір болмысымыз, біздің бір қырымыз сондай. Бәрімізде бар. Сол жағынан келгенде біздің бойымызда шайтани сипат бар. Яғни біз басқаларды алдауға, арбауға, қиянат жасауға, зорлық жасауға, қулық жасауға бейімділігіміз бар біздің. Содан кейін біздің бойымызда періштелік сипаттарымыз бар. Яғни бір тазалыққа, жақсылыққа, бір нұрға, жарыққа, сондай бір әдемі дүниелерге ұмтылып тұратын біздің бойымызда қасиеттер бар. Одан кейін біздің бойымызда келесі дүние, өздеріңіз білесіздер, біздің жанымыз қаяқтан салынған? Рухымыз. Рухымызда Алла тағала Құранда айтылғандай өзі үрлеп салдым деймін. Сондай мағынада да. Сөйтіп өзімнің болмысымнан былайша айтқанда бөліп салдым деген сияқты, біздің рухымыз өзінің түп негізінде, асылында сол Алла тағаланың бір бөлшегі сияқты, Алла тағаланың бір нұры сияқты дүние біздің рухымыз. Ол бар. Осының бәрі қосып әкеп елестететін болсаңыз, енді адам деген бір шексіз мүмкіндіктің иесі ғой. Әрбір адамның ішінде былайша айтқан кезде өздеріңіз көз алдарыңызға елестетіңіздер, өмірдегі ең жаман адам деп елестетіп, басқада іштей бір жек көріп, ондай болмасам екен деп ойлайтын кім бар? Өзіңіздің санаңызда, ойыңызда. Сол адамның мүмкіндігі сіздің ішіңізде бар, менің ішімде бар. Немесе өмірдегі өзіміз қатты жақсы көретін ең керемет адам. Былайша айтқанда біздің идеал адамымыз бар ғой. Сол идеал адамымыздың мүмкіндігі, потенциал дейміз ғой. Ол да менің бойымда бар, сіздің де бойыңызда бар. Яғни әрбір адамның ішінде Перғауын мен Мұса пайғамбардың алейхиссалам мысалын келтіретін болсақ, әрбір адамның ішінде Перғауын мен Мұса пайғамбардың мүмкіндігі бар. Екеуі де бар. Немесе Гитлер мен басқа бір керемет бір әулие кісінің мүмкіндігі біздің бойымызда бар. Бірақ сол мүмкіндікті, сол ішімізде, болмысымызда бар, сол бір дән сияқты, ұрық сияқты дүниенің қайсысын дамытамыз? Негізінде оны шешудің бір кілтін Алла тағала бізге берген. Тағдыр деген бар, бір өзгермейтін тағдыр бар, Алланың жазған. Бірақ сол тағдырдың ішінде берілген бізге бір еркіндік бар. Егер ондай еркіндік берілмесе, онда бізден сұрақ алынбас еді. Ондай еркіндік берілмесе, біз арланбас едік, ұялмас едік, қиналмас едік. Яғни, мен кім болам? Түбіне келген кезде Алла тағаланың қалауы бар, Алла тағала бәрін басқарып тұр деген дүниені ар жағында біле тұрып, елестете тұрып, бер жағын айтқан кезде мен кім болатынымды мен шешем. Қандай өмір сүремін? Мен таңдау жасаймын. Бала кезімде маған өскен ортам бірінші кезекте ата-анам әсер етеді. Менің қандай тұлға болып қалыптасатынына сол кісілер бағыттайды мені, тәрбиелейді шамаларым жеткенінше. Ал сәл балиғат жасына толғаннан кейін 12-13 деп алайық. Одан кейін ары қарай менің сана сезімім, ақылым бәрі жұмыс істеп, кәдімгі бір жеке азамат ретінде, жеке тұлға ретінде қалыптаса бастаймын. Ол кезде мен таңдаймын, кім боламын, қай жолда жүремін, не істеймін. Бірақ адам таңдай жасай алу үшін, дұрыс таңдай жасай алу үшін адамға білім керек екен. Яғни адам
өзінің алдында қандай таңдаулардың күтіп тұрғанын түсіну керек. Өмірде қандай заңдылықтардың бар екенін түсіну керек. Жалпы өмірдің не екенін түсіну керек. Бұл өмірге келгендегі мақсатын, өмірдің мәнін түсіну керек екен. Ол үшін білім керек. Енді білімге де бағыттайтын тағы да ата-ана негізінде. Ата-ананың мойнында сондықтан да үлкен жауапкершілік бар. Жаңа айтқандай, балиғат жасқа толғанға дейін сол ата-ананың жетегінде, ата-ананың ықпалында өсеміз, ары қарай өзіміз таңдау жасаймыз. Одан кейін енді ата-анамызға бір реніш айту былайша айтқан кезде келмейді. Сонымен кеше біз нәпсінің сипаттарын айттық. Одан кейін кешегіні айта салайық. Біз былай өте жеңіл түрде білген кезде нәпсіден және рухтан тұрамыз, немесе тән мен жаннан тұрамыз деп айттық. Сәл күрделендірсек, онда адам үш болмыстан тұрады. Ол тән, жан және рух. Осы үш болмыс бар деп айттық. Енді оның ішінде біз бірінші кезекте өзімізді тану үшін бірінші кезекте нәпсімізді тануымыз керек. Нәпсі дегеніміз осы менің жаратылысым ғой, менің денем бар. Менің ішімде бір өзімді өзім деп сезінетін, мен деген кезде елестететін бір өзімнің бейнем бар. Менің өзімнің бір сана сезімім бар, қалыптасып қалған. Ал нәпсі дегеніміз не дегенде кеше айттық, естеріңізде болса, нәпсі дегеніміз осы тәнмен, сол тәннің тәндік шеңберде өзін менмін деп есептейтін сананың қосындысын, немесе эгоизм деп айттық оны. Сол тән мен эгоның қосындысын біз нәпсі деп айтамыз деп кеше айтқанбыз, Және нәпсіге қандай сипаттар тән, соны біліп алуымыз керек. Өйткені соны білу арқылы біз өзімізді өзіміз тәрбиелей аламыз. Егер өзіміздің нәпсімізді өзіміз танымасақ, оны тәрбиелеу, тізгіндеу қиынға түседі. Неге? Өйткені көрінбейтін, білінбейтін бұлыңғыр дүниені басқару жалпы өте қиын. Осы жағынан келгенде біз нәпсімізбен таныстық. Нәпсінің үлкен үш қасиеті бар деп айттық. Байқаған болсаңыздар. Бірінші қасиеті, нәпсі мақтануды жақсы көреді. Мақтану үшін басқалардан үстем болуға ұмтылады. Немесе өзінен бір билігі, байлығы, мәнсабы жоғары тұрған адамдардың алдында бір жағымпаздану арқылы ма, сондай бір әрекеттер жасау арқылы бәрібір бір мақтанға жетуге тырысады. Және сол мақтану арқылы өзін басқалардан үстем сезініп, міндетті түрде бір нәпсінің бойында тәкаппарлық деген қасиет болады. Яғни басқаларды менсінбеу, өзінен төмен санау, өркөкіректену деген нәрселер осы нәпсінің сипаттары екен. Екіншісі, нәпсінің сипаты ол басқалардың барлығын өзіне бір бәсекелес санау, конкурент санау. Сөйтіп басқалармен іштей болсын, сырттай білдірмесе де жарысып, бәсекелесіп жүру. Және оның нашар жағы, басқа адамдар маған бәсекелес сияқты болғандықтан мен оларды менен озып бара жатса көре алмаймын. Қалып қалса өзімнен төмен санап тәкаппарланамын, менен озып бара жатса мен көре алмаймын. Бұл менің нәпсімнің сипаты. Одан кейін үшінші үлкен сипаты нәпсінің бұл иемдену. Яғни кез келген жақсылықты, кез келген дүниені менікі деп иемденіп алу. Мысалға, нәпсілік деңгейде өмір сүретін адам бұлай ойлайды да, бұлай ойлаймыз біз. Мына кітап менікі деген сияқты, мына дене менікі деп есептейміз. Мына бала менің балам, мына үй менікі, мына жеткен жетістік өзімнің күшім арқасында жеткен менікі деген сияқты сондай бір иемдену болады. Соңына келген кезде менің өмірім өзімдікі деген сияқты үлкен бір иемденуге кетеді. Нәпсінің сондай қасиет дейміз, сипаты бар. Яғни шын мәнінде бүкіл әлем кімдікі? Шын мәнінде бүкіл жаратылыс кімдікі? Жаратушынікі. Жаратушынікі. Алланікі. Негізі бүкіл нәрсе Алланікі. Менің денем де Алла тағала маған уақытша берген Алланың мүлкі бұл. Менің керек болса ақылым, менің қабілеттерім, менің өмірім, менің жаным негізінде Алланікі. Бұл енді түсіну деңгейі, иман деңгейі ғой. Соны түсінген кезде адам өмірге сәл басқаша қарым-қатынас жасай бастайды. Неге деген кезде, өйткені адамның түсінігі өзгерген кезде адамның қарым-қатынасы өзгереді. Өйткені адамды түсінігі жетелейді өмірде. Адамды башқанда ойы, сана, сезімі басқарады. Әлем ойдан шығады дейді ғой Абай Хакім. Әлем ойдан шығады дейді. Бірінші мынау барлық мәселе біздің ойымыздан шығады да, бір нәрсе деп ойлаймыз, соған сенеміз.
сол ойлап өзіміз жасап алған бір әлемімізге лайық дәрежеде біз басқаларға қарым қатынас жасай бастаймыз. Мысалға мен енді бала тәрбиесі туралы соңғы кездерде көбірек зерттеп кітаптар жаздым ғой Алланың қалауымен. Сонда біздің ең үлкен қателігіміз, менің өзімнің басымнан өткен де бір қателік екен. Мысалға баланың өзін менікі деп иемденіп алған екен ғой. Менің балам менің қалағанымдай жүру керек, менің қалағанымдай өмір сүру керек, мен қалаған оқуға түсу керек, мен қалаған бір қызға апарып үйлендірсем тіпті жақсы деген сияқты барынша баланың бүкіл өмірін өзіне иемденіп алғансың ғой, менің балам деп. Ал ол қате түсіну екен. Оны біздің қазақ аталарымыз айтқан әуелі. Кім деп айтқан? Қанша балаң бар десе не дейді қазақ көбінесе? Құдайдың берген 5 баласы бар, 3 баласы бар деп сөйтіп жауап береді. Құдайдың берген дейді да, Құдайдың баласы дейді. Ол не дұрыс түсінік. Ол сөздерді біз қолданбайтын болғаннан кейін, күнделікті сөз қолданысымыздан шығып кеткеннен кейін, мынау жаһанданудың деп қоямыз, совет өкіметінің инерциясы бар, жаңағы атеистік дәуірден шықтық қой көбіміз. Сол жағынан келгенде біз көп нәрседен айырылып қалғанбыз ғой. Қазақы түсініктердің өзінен айырылып қалғанбыз. Ал қазақы түсінік дегеніміз шын мәнінде түп мәніне келген кезде ол мұсылманның түсінігі ғой. Өйткені сол имани деңгейде, имани ұғыммен ойлайды қазақ негізінде. Әрбір мақал мәтелін қарасаңыз, кеше де айттық, оның ішінде міндетті түрде Құдайдың бар екенін, бүкіл дүниенің Құдайдың қалауымен болып тұрғанын, соны түсініп алған қазақ. Сол шаблон деп қойса, шаблон деп айтатын болса, сол шаблонмен ойлайды қазақ. Ал енді біз кейін басқа сәл ұрпақ болғаннан кейін, біраз соққыға ұшыраған ұрпақ болғаннан кейін, біздің санамызда көптеген былайша айтқанда каша болып кеткен, араласып кеткен, орнына түспеген түсініктер өте көп. Сол түсініктерді түзесек, біздің қарым қатынасымыз өзгереді. Жаңа айтпақшыдай, бала менің балам, бұл менікі деп иемденген кезде мен балаға басқаша қарым қатынас жасаймын. Ал бала да жеке тұлға, маған бір уақытша берілген аманат деп тұлға деп қарайтын болсам, бала менікі емес, негізінде Құдайдікі, Құдай берді деп қарайтын болсам, онда мен балаға қарым қатынасым мүлде басқаша болып кетеді. Сол сияқты біз өзіміздің мен деген сөзіміздің артында не жатқанын түсініп алсақ, өзіміздің кім екенімізді танып алатын болсақ, біздің өзімізге де қарым қатынасымыз өзгереді. Және автоматты түрде сыртқы әлемге, басқа адамдармен, заттармен, бүкіл жаратылыспен біздің қарым қатынасымыз өзгеріп кететін болады. Сонда мен деген кезде, кеше айттық, бас жағын, мен деп сөйлеп тұрған кезде нені түсінуім керек, нені елестетуім керек, нені сезінуім керек, өзімді кіммін деп есептеуім керек. Біздің осы біліп алмақшы болып жатқан 3 күндік дәрісіміздің, сұхбатымыздың басты мақсаты осы. Мен деген кезде мен нені сезініп тұрмын керек. Кеше айттық, нәпсілік деңгейдегі адам өзін бейсаналы түрде, ол саналы түрде болмайды негізінде, бейсаналы түрде түп санасында мен деген мен тәнім, міне осы. Соның ішіндегі тәннің өзінің бір ойлау жүйесі қалыптасқан, мінезі қалыптасқан, санасы қалыптасқан, мен деген сол деп сезінген адам, яғни өзім нәпсімін деп сезінген адам, болды сол деңгейде өмір сүреді. Ол мына үшеуінен шыға алмайды. Негізгі 3 сипаттан шыға алмайды. Яғни мақтану, бәсекелесу, жарысу, иемдену деген сипаттан ол адам шыға алмайды. Бүкіл қарым қатынас соған құралады. Не істесе де жаңағыдай әйтеуір мақтанғысы келіп тұрады, басқалардан үстем болғысы келіп тұрады. Не істесе де басқаларға бір бәсекелестік көзқараспен қарап, іштей басқалармен жарысып, қазір бар ғой, дүние жарысы деп айтамыз ғой біз. Анау машина алыпты, анау бірдеме алыпты, біз неғып алмаймыз деп. Әсіресе әйел жолдастардың тарапынан деп айтайыншы. Сондай бір жарысқа кіріп кетеміз ғой. Ол да сол негізінде нәпсінің сипаты. Әрине ол тіршілік болғаннан кейін бізге керек, бірақ біз өзімізді сол нәпс екенбіз деп ойлап қалсақ, бүкіл мен деген ұғымның осы тек қана менің тәнімнің шекарасымен ғана біткен екен деп ойлап қалсақ, онда біз үлкен қателікке ұрынамыз және өзіміздің өмірге келгендегі мақсатымызды дұрыс орындай қаламыз. Және иемденген жерде не шығады? Менікі деп иемденген жерде жаңа айтпақшыдай жарысу, бәсекелесу, ренжу, мақтану негіз осыдан шығады, иемденуден шығады. Менікі. Одан кейін менікі дегеннен кейін қызғану пайда болады, қызғану пайда болады. Менікі дегеннен кейін қорқыныш пайда болады. Менікі деп ойлаймыз ғой өйткені. Мен жасап жатырмын. Сонда қараңыздаршы, нәпсінің ең жақсы көретін сөзі, енді бұны кітаптарда айтады,
шайтанның ең жақсы көретін сөзі деп айтады негізінде. Неге деген кезде шайтан мен жаңағы біздің тәрбиеленбеген нәпсіміз, кешегі айтқан нәпсі әммарамыз, бірінші деңгейдегі, төменгі деңгейдегі, жануарлық деңгейдегі деп айтайық тіпті, нәпсіміз бен шайтан екеуі бір-бірімен дос негізінде. Екеуі бізге дұшпан. Екеуі байқамасақ бізді отқа сүйрейді. Екеуі бір-бірін өте жақсы түсінеді. Мына жақтан шайтан келіп азғырынды ойлар салады, соған нәпсіміз ілесіп кетеді да, лап етіп, сонымен жаңағы өкпе, реніш, қорқыныш деген адамның өмірін толтырып тастайды ғой. Мысалға емденген кезде былай ғой, бір затыңнан айырылып қалсаң, сонымен бірге, мысалы байлығынан, ақшаңнан дейікші, айырылып қалсаң, сонымен бірге ар жағында шайтан кедейліктің суретін елестетіп сап береді санамызға. Сол бір кедейлік келіп қалатын сияқты, кедей болып, бір қор болып кететін сияқты, дүниеге жармасып, дүниемізді қызғанып, қандай жерде дүние табудың қандай мүмкіндігі бар, арам жолы бар ма, жоқ адал жолы бар ма, ештемеге мән берместен дүние табуға кірісіп кету, тапқан дүниеңді жаңағы жанталасып қорғау, оны басқалардан қызғану, сол арқылы мақтану, дүниеңмен басқалардың жаңағы тұмсығынан ұрып, олардан өзімнің үстем екенін дәлелдеу деген сияқты бүкіл нәрселердің бәрі осыдан шығып кете береді. Одан кейін қорқу бар ғой, қорқу. Мысалға өмірдегі ең үлкен қорқыныш қандай қорқыныш? Сіздер үшін ең үлкен қорқыныш қандай қорқыныш? Мысалға мен әлі де бар деп есептеймін. Bir жағы ол табиғи болғанмен, екінші жағынан адамның өмірін улайтын қорқыныш деп есептеймін мен. Мысалға мен жас кезімде ес жиған кезде, жаңағы жақындарымыз қайтыс болып, дос балам қайтыс болған кезде, басқа да жағдайда кәдімгі түйсікті, инстинктивті түрде дейміз ғой, өлім қорқынышы болды менде. Өлуден қорқатынмын мен жас кезімде. Өліп қаласың, жоқ болып кетесің айда. Өйткені біз атеист болып өстік қой, атеист қылып тәрбиеледі. Үлкен қорқыныш болатын сол. Айтқан кезде тірі қалу үшін, мен сол кезде ойлайтын, сонда адам тірі қалу үшін бүкіл бір азғындыққа, жамандыққа, пендешілікке бара беретін шығар, сол үшін барады екен ғой адамдарды, сөйтіп ойлайтын сол кезде жас кезімде. Неге? Өйткені адам өліп қалудан қорқады. Ар жағында жоқ болып кетемін деген қорқыныш болып тұрады екен да. Ал енді кейін барып жаңағы Құдайға сендім деген иман келтірген дәрежеге көтерілген кезімізде де ол қорқыныш адамнан қалмайды. Оның өйткені не үшін қорқамыз деген кезде жаңағы Халима әпкем болуы мүмкін, замандасым болуы мүмкін. Сол кісі айтқанындай, түп бітірмей кетемін бе, арғы өміріме, ақыретіме не жинап жатырмын, осы бүгін өлім келіп қалса, мен қандай күйде Алла Тағаланың алдына барамын деген сол қорқыныш бәрі тұрады. Бірақ мен жаңа басында айтпақшы болған себебім, бұл қорқыныштың біздің өміріміз қалай болады деген кезде, шын мәнінде адам баласы өлімнің не екенін түсініп алмаса, өмірдің не екенін, ар жағында күтіп тұрған өлімнің не екенін шын мәнінде түсініп алмаса, оның қандай құбылыс, қандай нәрсе екенін түсініп алмаса, өлімнен кейін не болатынын белгілі бір дәрежеде түсініп, соны санасына бекітіп, өзінің бір шешімін қабылдап, бағытын, мақсатын, мұратын айқындап алмаса, ол адам өлім қорқынышы шын мәнінде адамның өмірін улайды және адамды көптеген азғындықтарға жетелейді. Неге? Өйткені адам баласы тірі қалу үшін айтқан кезде бәріне баруға дайын болады. Бірақ қазақтың дүниетанымын қарасаңыз, бізді қазақтың дүниетанымы тәрбиеледі ғой. Менің бақытым, бәріміздің бақытымыз деп ойлаймын. Қазақ айтады, өлімнен ұят күшті дейді. Өлімнен күшті нәрсе бар дейді да қазақтың танымы. Ойланып қаласың. Ой Алла еді. Кейін екіншіде мен өзім айтамын, қазақтың девизі сияқты мақал ғой бұл депші. Қазақтың басты мақалы деп қоямын өзімше. Сонда кетеді ғой қазақ, малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы дейді. Сонда жанымды аман алып қалу үшін, мен мына тапқан дүниемді, малымды аямаймын дейді, садақа қылып соның жолында құрбан қыламын дейді. Ал бірақ ар деген бір өте қымбат дүниені сақтау үшін, кеше айттық, ар кімнің қасиеті, ненің қасиеті? Рухтың қасиеті. Сол рухымды, мәңгілігімді, арымды сақтап қалу үшін мен жанымды садақа қыламын дейді. Жаңағы өлімнен ұят күшті деген мақалдың екінші бір басқаша айтылған түрі ғой. Сонда қазақтың танымында осындай да өмірден де қымбат дүние бар, өлімнен де биік дүние бар деп түсінеді екен қазақ. Оны қашан түсінеді деген кезде, осы өзінің кім екенін түсінген кезде ғой. Былайша айтқан кезде өзінің нәпсі емес, рух екенін түсінген, өзінің тән емес, жан екенін түсінген адам, былайша айтқан кезде өлімнің қорқынышынан биікке көтеріледі. Неге? Өйткені жанымыз, рухымыз ол мәңгілік. Ал денеміз бізге уақытша берілген аманат, уақытша берген бір киім сияқты, немесе қазақтың түсінігімен айтқан кезде
дене деген жанның бір сарайы, жанның өмір сүретін сарайы. Сол жағынан келген кезде біздің тәнімізге құрмет керек екен, тәнімізге де тазалық керек екен. Оны өзіміздің асыл дінімізде оның бәрін реттеп қойған. Нәпсі, ғұсыл, бүкіл дүниелер жаңағы тазалыққа қатыстының барлығы денемізге құрметтің қажет екенін, оның өзінің ақысының бар екенін, бұл дене өзінің деңгейінде болған кезде, өзінің құрметінде болған кезде, денеге деген дұрыс қарым-қатынас болған кезде денсаулықтың болатынын, денсаулық болса ғана адамның басқа бір дүниелерде рухани мақсаттарын жүзеге асыруға бойында күш қуаты болатынын түсінеміз. Сондықтан да біз жаңағы нәпсіні тәрбиелейміз деген кезде нәпсіні бір толық дұшпан көрмейміз. Бізде бірақ дұшпан бар, ол кім? Кім біледі екен? Негізінде бір дұшпан бар, Құранда аталып қойған. Жақсы, уақыттарыңызды алмайын. Ол Құранда ашық аяттарда келген біздің шайтан деген ашық дұшпанымыз бар. Сол ғана біздің ашық дұшпанымыз. Ал мына біздің берілген нәпсіміз негізінде біздің қолдана алғанымызға байланысты, бұл біздің досымыз. Қолдана алмасақ, ие бола алмасақ, тәрбиелей алмасақ, онда дұшпанымызға айналып кетеді. Кез келген зат сияқты екен ғой нәпсі дегеніміз. Сотка сияқты мысалға. Қазір ойбай сотка жаңа балаларымызды басқа жаққа алып бара жатыр деп бәріміз уайымдап жатырмыз ғой. Не себепті? Өйткені балаларымыз сотканы пайдалана алмай жатыр. Өзіміз де дұрыс пайдалана алмай жатырмыз. Кез келген зат сондай ғой, бұл әлемдегі бүкіл зат сондай. Оң жағы бар, теріс жағы бар. Таяқтың екі ұшы бар деп қазақ айтпақшыдай, кез келген заттың екі жағы бар. Нәпсі де сондай дүние. Егер жақсылап тәрбиелей алсақ, кеше әңгімеміз айтылғандай, біздің керемет жүйрік арғымағымызға айналады. Ал тәрбиелей алмасақ, бір есекке айналады, немесе сол атымызды өзіміз арқалап, сол үшін өмір сүре бастаймыз. Былай қарасаңыз, ақылға сиятын дүние емес. Атты бізге міну үшін берсе, біз оны жетектеп жүрсек, немесе соны өзіміз арқалап жүрсек, бүкіл өмірімізді соның шөбін тауып беруге, соның жаңағы астын тазалауға арнайтын болсақ, онда былайша айтқан кезде өмірдің зая кеткені деп айтсақ та болады. Сондықтан да біз өз нәпсімізді тануға тырысамыз.